Біраз уақыт бұрын UFC мен келісімшартқа отырған Азат Мақсұм дәл қазір қазақстандық MMA-дегі бағы жанып тұрған жұлдызды жауынгерлеріміздің бірі. Мансабында 16 жеңіске жетіп, мүлде жеңілмей 16-0 рекордына ие. Октагон лигасының чемпионы, әр қарсыласын партерде сындырып, барлығын сезбей келеді. Жоғары сапалы күрес және де керемет jiu-jitsu'дың арқасында Азат рекордын 16-0-ге жеткізіп, UFC-ге қосылған 7-ші қандас қазақ бауырымыз. 15 шілде күні Азат Тайсон Нэм атты тәжірибелі ветеранға қарсы жекпе-жек өткізеді. Сондықтан бүгінгі видеода кішкентай ауылда дүниеге келіп, әкесіз өмірдің ауыр қиыншылығынан өткен батырымыз жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын сіздерден міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер жайлы сөз қозғайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Азат 1995 жылы 5 шілде күні Алматы облысы Балқаш өзенінің бойында Бақанас ауылында дүниеге келген болатын. Кішкентай кезінде отбасымен Алматыға көшіп келген еді. Өкінішке орай жастайынан әкесінен айырылып, қарындасымен бірге анасының қолында өсті. Анасы жетім балалар үйінде тәрбиеші болып жұмыс істеген болатын. Қарасай ауданында тұрған соң Азат жастайынан биік таулардың маңында жүгіріп, велосипед тебуді жақсы көрген. Кішкентай кезінен бері Азат еркін күреспен айналысып, біраз жүлделерге қол жеткізді. Кейін аралас жекпе-жекпен jiu-jitsu'ға қатысып, спорт шебері атағына ие болды. Сонымен қатар Азат футбол ойнауды жақсы көрген болатын. Тіпті достарымен бірігіп Алматының мини-футбол лигасында өнер көрсететін Friends клуб атты клубын ашқан еді. Ұлттық жекпе-жек бойынша Азат біраз жүлделерге қол жеткізіп, республика арасында чемпион атанды. Шердак атты бұқаралық ақпарат құралына сүйенсек, Азат кәсіпқой мансабындағы алғашқы жекпе-жегін 2017 жылдың 27 қаңтар күні өткізді. Оған қарсы Айдос Исмаилов шыққан болатын. Жекпе-жек басталысымен Азат біраз соққыдан соң тейкдаун жасады. Кейін қарсыласының артына шығып, біраз рет соққылар тастаған болатын. Содан төреші жауынгерлерді тұрғызған соң Азат тейкдаун өткізіп алды. Алайда жоғары сапалы jiu-jitsu'дың арқасында қорғанып тұрып кеткен болатын. Әрі қарай клинчтан қарсыласын амплитудалы тәсілдермен лақтырып, жоғары сатыдан мыжғылап жеңіске жеткен болатын. Бір сағат өткен соң, сол төрттік гран-придің финалында Аршын Нұрмолдаевпен кездесті. Алғашқы раундта Азат қарсыласының тепкен соққысынан қорғанып, тейкдаун жасады. Біраз уақыт бойы қарсыласын жоғары сатыдан ұстап отырды. Сол раундта қатарынан 4 рет күресте үйренгенде қарсыласын лақтырып, раундтың соңына дейін бақылап, бірінші раундты өз қоржынына қосты. Екінші раундта Азат тейкдаун жасаған соң сабмишнге тұсқалар жаздады. Раунд соңында Азат қайтадан тейкдаун жасап, қарсыласының артынан қылқындыру тәсілмен екінші жеңісіне жетті. Үш ай өткен соң Азат Ақтөре Батырбековпен кездесті. Жекпе-жек басталысымен Азат дәл соққылармен қарсыласын қинаған болатын. Кейін тейкдаун жасап, қарсыласын артынан қылқындырып, кезекті жеңісіне қол жеткізді. Сол жылдың соңында Азат Самат Тезековты нокаутқа түсіріп, 4-ші жеңіске жетті. жылдың соңында Азат Тимур Дангаровпен кездесті. Алматыдағы үлкен цирктің орта алаңында өткен жекпе-жекте Азат бірден ортан алып прессинг жасай бастады. Бүкіл 3 раунд бойы екі жауынгер жоғары сапалы және де жоғары қарқынды темппен төбелесіп, біраз рет ауыр сабмишндерге шыққан болатын.
Дегенімен, соңында Азат төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Осыдан соң Азат Нурадин Садықовпен келісім шартқа отырып, Octagon промоушенінде өнер көрсете бастайды. Бір ай өткен соң Азат Владислав Сестроватовскиймен кездесті. Жекпе-жек басталысымен Азат өзінің сүйікті тәсілмен тейкдаун жасап, ұзақ уақыт бойы соққылармен қарсыласын мыжғылап отырды. Кейін ручной треугольник атты сабмишнмен қарсыласын ұйықтатып тастады. Содан соң Азат Рахымжан Атақановты таза нокаутқа түсіріп жеңіске жетті. Келесі жекпе-жекте Азат Octagon лигасының аса жеңіл салмағындағы чемпиондық белбеу үшін өнер көрсетті. Оған қарсы Алтынбек Мағазов шыққан болатын. Жекпе-жек басталысымен Азат тейкдаун жасап, маунттан қарсыласын соққылай бастады. Кейін қарсыласының артына шығып, қылқындыру тәсілімен жекпе-жекті аяқтауға тырысты. Екінші раундта Азат соққы өткізіп, нокдаунға түсті. Алайда бірден қарсы тұрып, тейкдаун арқасында қарсыласының артына шығып, қарсыласын қылқындырып, чемпион атанды. Екі 2021 жылдың басында Азат Нұрбек Болотбек атты қырғыз жауынгермен кездесті. Кезінде Арман Ашимовты боқтап шулаған Нұрбек Азатқа қарсы дымдей алмай шықты. Жекпе-жек Азаттың ойымен жүрді. Алғашқы раундта тейкдаун және де граунд энд паунд соққылары. Тамаша тейкдаун. Қараңыздар, бұл жерде біз жекпе-жек басталмай жатуда қырғызстандық спортшының танауынан Ербол Қожанов есімді қазақстандық файтерді 2019 жылы жеңген екен. Азат Мақсым қазір өзі орталық позицияда Екінші раундта Азат кезекті тейкдаун жасап, қарсыласының қапталына шықты. Кейін артына шығып, қылқындыру тәсілімен жеңіске жетті. Сол жылдың жазында Азат Бахрейндік Брейвпен Octagonның қосылып жасаған бір турнирінде өнер көрсетті. Оған қарсы Флавио де Куэйра шықты. Жекпе-жек екі жауынгердің пассивті стилімен басталды. Екеуі де бір-бірінің деңгейін түсініп, анализ жасауға кірісті. Біраз уақыт өткен соң Азат әдемі оверхендпен қарсыласын таза нокаутқа түсірді. Жылдың соңында Азат Азамат Қарабековпен кездесіп, 54 секундтың ішінде қылқындырып жеңіске жетті. Как же стремительно он забирается за спину, и как раз удушающий с бэкмаунта, видимо, будет проводить. Закрывается Азамат Карабеков полностью. И выходит на удушающий или нет? Нет, пока еще нет. Сопротивляется, но растянул соперника как положено. Есть возможность для замка. Переворачивает, пошел прием, видимо. Плотный захват и сдача. Меньше минуты, вот это да. Невероятно стремительно Азат Максум одерживает свою 14-ю к ряду победу. Браво! Келесі жылы Азат Алан Габриэль дос Сантоспен кездесті. Өкінішке орай бұл жекпе-жекте қолына жарақат алып қалды. Бұған қарамастан батыр рухымен жекпе-жекті қолдан бермеді.
Кейін Азат төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Осыдан соң Азатқа бірден UFC-ден шақырту келген болатын. Алайда қолын сындырып алғасын ұзақ уақыт бойы төбелесе алмады. Кейін 2023 жылдың басында Азат Фабрисио Нуньес пен Октагон 39 турнирінде кездесті. Жекпе-жек басталысымен Азат бірден тейкдаун жасап, жоғары темпте төбелесе бастады. Кейін біраз соққылардан соң Азат қарсыласын амплитудал күрес тәсілімен қадаған болатын. Кейін жауынгерлер тұрған соң Азат әдемі комбинациямен кезекті тейкдаун жасаған болатын. Решила команда, по крайней мере, Азата. Я, по крайней мере, так думаю. Недостоверная информация. Все-таки... Раундтың соңына 10 секунд қалғанда Азат тарт сабмишн мен 16-шы жеңісіне қол жеткізді. Осыдан соң Азаттың менеджерлері Нурадин Садықов және де Саят Абдрахманов өз жұмыстарын сәтті аяқтап, ресми түрде Азат Мақсум абсолюттік номер 1 промоушен UFC-мен келісім шартқа отырды. Дәл қазір Азат оқу-жаттығуларын өткізіп, алғашқы жекпе-жегіне дайындалу барысында. Азатқа тәжірибелі UFC-ден аса жеңіл салмақтағы топ 15 рейтингіне жақын орналасқан Тайсон Нэм қарсы тұрады. Қазақ бауырымызға сәттілік тілейміз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі жекпе-жекте қай жауынгер жайлы сөз қозғайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.